Сәлем баршаңызға көрермен. Бүгін сіздерге ауызда еритін қарапайым заттардан жасалатын мишутка пирогын жасайтын боламыз. Енді өте дәмді, жасалу жолы да қарапайым. Ендеше бірге жасап көрейік. Бізге ұн қажет болады. Оның үстіне сармайды саламыз. Сармайды негізі бөліп, содан соң немесе өткіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Мен осылай барлығын қолмен ұнтақтап шықтым. Барлық сармайлар ұнтақталып шығу керек. Егер мүмкіндігінше өткіштен салқын сармай болса, өткіштен өткізіп алғандарыңыз дұрыс болады. Осылай ешқандай түйіршігі қалмайтындай үлкендерін барлығын алып, тура осылай видеодағыдай ұнтақтап шығатын боламыз. Және де бізге жұмыртқа қажет болады. 5 дана жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Сарыуызы мүлдем түсіп кетпеу керек ақуыздың ішіне. Осылай бөліп аламыз. Ақуызын холодильникке салып қойыңыздар. Сарыуызын осы ұнның үстіне саламыз. Оның үстінен кез келген қаймақ салсаңыздар болады. Тұз және де разрыхлитель саламыз. Осылардың барлығын илейтін боламыз. Қамыр илейміз. Өте әдемі қамыр, қаттылау қамыр болып шығады. Толық құрамын мен описанияға жазып кетемін. Сол жақтан қарап, өлшеп жасаңыздар. Енді дайын болған қамырды осындай кез келген пакетке немесе пищевой пленкаға орап, морозильникке саласыздар. Қамыр қату керек. Қамырды біз үккіштен өткіземіз. Қамырларыңыз қаттау деген кезде алып, осылай қамырды теңдей 2 бөлікке бөлесіздер. Және де үлкен үккіштен өткізсеңіздер тіптен оңай болады. Қамырды теңдей 2-ге бөліп алыңыздар. Және де осындай үлкен көзді үккішпен өткізіп аламыз жартысын. Жартысын толығымен өткізіп алыңыздар. Және де қолымызбен пирогтың формасын жасаймыз. Жайып, мен 4 бұрышты етіп жасап алдым. Осылай қамырларды қарап тұрсаңыздар, үйдегі бар заттардан жасалады. Өте қарапайым. Міне осылай барлық жерден осылай 4 бұрышты етіп шықтық. Енді бұның ортасындағы начинкасын жасаймыз. Жаңағы ақуызды үстінен тұз саламыз. Кішкене көпірши бастаған кезде қантты аз-аздан салып, аппақ масса меренга болғанша миксерлейміз. Менде ыдысым кішкене кішілеу ыдыс алып қойыппын. Сосын үлкен ыдысқа ауыстырдым. Себебі біздің жұмыртқамыз 2-3 есеге ұлғаяды. Міне қантты аз-аздан салып, миксердің жылдамдығын көбейте отырып, осылай аппақ меренга болғанша миксерлейміз. Біздің меренгамыз осылай өз формасын ұстап тұру керек. Міне дәл осылай өз формасын ұстағанға дейін жақсылап миксерлеп аласыздар. Міне біздің ортасындағы начинкамыз дайын. Жаңағы қамырдың үстінен төсеп, тегістеп жайып шығатын боламыз. Достар, менің каналыма егер тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда көптеген қолжетімді, қарапайым, керемет рецепттер бар. Сол себепті каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Видеоларым ең алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Осылай меренгісін толығымен әдемлеп жайып шықтық. Енді бізге қалауыңыз бойынша жаңғақ қоссаңыздар тіптен керемет болып шығады. Осылай жаңғақтарды кішкене бөлшектерге бөліп, осылай сеуіп шықтым. Және де қамырдың екінші бөлігін алып, тағы да үккішпен өткіземіз. Енді бұны өткізгеннен кейін үстіңгі формасын осылай жақсылап жауып, шет-шетін барлығын реттеп, формасын реттеп аламыз. Енді 200 градуста шамамен 20-25 минут шамасында піседі. Негіз бетіне сгущенка құйсаңыздар да болады. Мен осылай үйдегі варенканы құйдым. Оны құйып та қажет емес. Міне қараңыздар, ауызда еритін өте дәмді пирог болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналым өте пайдалы. Сол себепті каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.